Бір ауылда Қайсарбек есімді өте қызуқанды бала өмір сүріпті. Достары оны жақсы көргенімен, оның тез ашуланатыннан сәл қорқатын. Ол әпкесінің қалжыңдарын көтере алмай, інісі ойыншығын алса, бірден ашуланып, қатты айғайлап жіберетін. Бір күні Қайсарбек орманға серуендеуге шығады. Кенет аспанда қара бұлт жиналып, найзағай ойнай бастайды. Бұл бұлт жай бұлт емес, ашулы бұлт болатын. Мен сен сияқты ашулансам, бүкіл әлем дірілдейді. Мен де кейде осылай ашуланамын. Бірақ менің ашуым найзағай болып түспейді ғой. Бірақ сенің сөздерің найзағай сияқты болады. Сен айғайлағанда достарың қорқып кетеді. Енді не істеймін? Бір құпиям бар. Егер қатты ашулансаң, бірден жауап бермей, терең тыныс ал. Тіпті мүмкін болса оңға дейін сана. Шуды су сияқты ағызуды үйренсең, адамдар сенден қашпайды. Қайта саған жақын болғысы келеді. Қайсарбек бұл кеңесті ұғып алды. Ол ауылына қайтып келіп, әр ашуланған сәтте терең тыныс алуды, оңға дейін санауды бастады. Біраз уақыт өткен соң достары оның өзгергенін байқады. Қайсарбек бұрынғыдай қызуқанды болғанымен, енді ашуын басқара алатын болды.